Қосылмайды, кім шығарған осындайды? Алтын қақпа әрбір жүрек, махаббатсыз ашылмайды. Сүйген жандар адал келер, ақ жүректі адам қерер. Шын ғашықтар қосылады, әкем куә, анам дәлел. Ей адамдар не десе де о десін, беке жандар ата берсін жебесін. Мен сендікпін, сен мендіксің, көнесің, жүрегіме жалғыз өзің егесің. Біз екеуміз қосылайық, жарай ма? Шын ғашықтар қосылмайды демесін. Ей адамдар не десе де о десін, беке жандар ата берсін жебесін. Мен сендікпін, сен мендіксің, көнесің, жүрегіме жалғыз өзің егесің. Біз екеуміз қосылайық, жарай ма? Шын ғашықтар қосылмайды демесін. Шын ғашықтар қосылмайды, кім шығарған осындайды? Адал сүйген адамдардың аралары ашылмайды. Жолған бұл аңыздар, бәріміздің куәміз бар. Шын ғашықтар қосылады, ата жемнен сұраңыздар. Ей адамдар не десе де о десін, беке жандар ата берсін жебесін. Мен сендікпін, сен мендіксің, көнесің, жүрегіме жалғыз өзің егесің. Біз екеуміз қосылайық, жарай ма? Шын ғашықтар қосылмайды демесін. Ей адамдар не десе де о десін, беке жандар ата берсін жебесін. Мен сендікпін, сен мендіксің, көнесің, жүрегіме жалғыз өзің егесің. Біз екеуміз қосылайық, жарай ма? Шын ғашықтар қосылмайды демесін. Адамдар не десе де о десін, беке жандар ата берсін жебесін. Мен сендікпін, сен мендіксің, көнесің, жүрегіме
бармайтын ат жіберсе қалмайтын осынау дүбірлі тойдың төріне қош келіпсіздер деген тілек ниет бізде. Ендеше құрметті қонақтар, көп ұзамай бүгінгі тойымыздың беташар рәсімін бастап кетсек деген тілек ниет. Еліміздегі карантинге байланысты тойымыздың уақыты да шектеулі де жатыр, сондықтан да түсініспен қарарсыздар бәрекелді. Алыста жүрген ағайын болса атырың сауырына қамшы бастырып, жақында жүрген ағайын болса аяғын алшақ бастырып, бүгінгі тойымыздың төрінен тездетіп табылуын сұрасаңыздар деген тілек ниет. Бәрекелді. Әзірге ендеше беташар рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Ендеше сіздердің рұқсаттарыңызбен ортаға бүгінгі айдай сұлу келіндеріңізді ортаға қалдырып алайық. Бәрекелді. Келіңіздер қанеге. Ай бәрекелді. Қошемет болсын осылайда. Ай қанеге. Жыр. Жас келді көруге асылда жар-жар, қаламдай екі жас құтты болсын жар-жар. Ай бәрекелді. Рахмет. Енді келінімізді ортаға кел. Ендеше бүгінгі келіндеріңіздің бетін ашып беретін ортаға Айтбай ағамызды шақырамыз. Бәрекелді. Айтбай ағамызға сөз кезегі сізде аға. Бәрекелді. Бір. Қадыр, сәл шақырыш? Бір-екі бәсі дейді. Ал, ассаламағалейкум. Құрметті алыс жақыннан келген қонақтар, бүгін мынау әмір мен салтанаттың шаңырағына келіп түсіп, алыс жақындағы ағайынның, құда жекжаттың, нағашылардың, аға жеңге, әпке, жезде, іні қарындастардың басын қосып үлкен дүбірлі той болып жатыр екен. Тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Келіннің аяғынан да келген келін әбеке шаңырақтарыңа шаттығымен, құт берекесімен, берекесімен келсін. Әрқашан отбасыларыңыз аман болып, дендеріңіз сау болып, шаңырақтарыңда тек қана осындай дүбірлі тойлар болсын. Отбасыларыңызға амандық, сіздердің рұқсаттарыңызбен келіннің бетін ашуға үлкендерімізден рұқсат болса. Дәке рұқсатта. Келін келген
Köşede otur kırmızı buyurun. Hattı bulur söyleme, adını söyleme diyorum. Maydanı sözüm, ketkenде olur. Yenelerimiz, əcelerimiz deydi. Batırхан, Dəkeş, Oraz, Ертіс, үлкен yenelerimiz Олпаш, Тұрсынай, Райхан, Меңдіхан, ағаларға сәлем ет. Сәлем үлкендерге қошемет, шапалақ қайнағайын. Өзінің атасы Әмірханға сәлем еткен жан. Сәлеміңай әдемет. Өзіңді қауысып әлден төзімді, жақсылығына енеңді, жеткізілмайын сөзімді, ашуларынан кезінде көктемді жауған жауындай, нағыз сенің қамқоршың, бірге туған бауырлай, береді саған жая жау, осындай абзал енеңе дейін келе сәлемет, сәлеміңай әдемет. Салтанат әдеге сәлемет. Салтанат қарымды болса, қошемет болсын шәнеге. Деп баяғыға күтіп мынау қайнаған, көзі оттай жайнаған, жақсылығын сұрасам, бір сөзінен қайнаған, әбсен көрер бірлікті, артық түсер пайдадан, қайнағаларға сәлемет, сәлеміңай әдемет. Осындағы қайнағалар Кенжебек Ербол, Нұрлан, Ерлан, Мерей, Ұлан, Ғани, Нұрбол, Бекбол, Айбек, Айбол, Еркебұлан, Жасұлан қайнағаларға сәлемет. Сәлеміңай әдемет. Абысындарың күліп тұр, келінді қашан көрем деп, алға нәсіп айтаса, ақын егес берем деп, бір-бірімен егессе, сенен бұрын келінді, көзім барып көрем деп, көрімді қалсын басқалар. Осындай керемет әпкелерге келінжан сәлемет, сәлеміңай әдемет. Әпкелер дейді, қайда әпкелер? Айна, Гүлей, Фарида, Жадыра, Мая, Гүлдана, Элия, Жібек, Амангүл, Лаура, Нұргүл, Гүлмира, абысындарға сәлемет. Абысындарға сәлемет. Сәлеміңай әдемет. Нағашы жұртың көргелек, нағашы жұртың көргелек, олардың сыйлаған, жапырақ жаймен бәйтерек, таңырменді сыйлаған, мықтылығын сұраса, жолды қауып беремдер, нағашы жұртың осындай, шетінен бір келемдер, артықша сыйлар бұларды, нағашыларға келінжан сәлемет,
апамыз, Гүлдері, Амангелді, Дариға апа, Серік, Таня, Ғаппар, Қатира, Зүлпіқар, Құрбангүл, Тасқынбай, Теңдік, Базар, Сәттер, Ләскеш, Тәндірек, Марал, Әбжаппар, Бейбіттің, Жайсан, Мәдина, Мерей, Айғыр, Мұхит, Әсел, Абзал, Сәния, Мағжан, Эльвира, Тоқтар, нағашы апалар мен жезделер дейді. Тоқтарбай, Махаббат, Әтіқұл, Нышанкүл, Балымжан, Раушан, Қазбай, Назым, Қалдыс, Жанат, Айсұлу, Бағила, Көркем, Айдана, Рауан, Балмыр, Еркін, Ақмейір, қайраттарға және осындағы Құрабай, Балғын, Сымбақ, Аружандарға сәлемет нағашыларға. Әкелерім көрдігі, көп майсалы көрімді, абайдан мен қарасам, құдай бақыт берімді. Шаш елімді көрімді, ағыш жолдың ападан, бірінде қалмай келімді, шашылыма берімді, бір жолға торыны, аямайды көзімнен, бұлар ешбір дүниемен, бұлардың көрі көріні, әкелерге осындай дейіп келі сәлемін баянымет. Апаларымыз дейді, Айымхан апамыз бастаған, Күнімхан, Палым, Гүлхан, Гүлсін, Гүлнұр, Гүлка дейді, Гүлмира, Алена, Гүлжайна, Айгүл, Анар, Жанар әпкелерге сәлемет. Сәлеміңлары едемет. Қаратаудан келген арысын қайда Қаратаудан келген? Нағашы дейді. Қаратаудан келіп отырған нағашы арысын. Қалдышты жараттай білдің ғой, қалдыш жарат білдің ғой. Әне бес мұзалды де. Жетігілі қашанда, жиналапты боларға берімді сенің ашарда. Жетігілін көкшемір, мырзаларменен доқтылар, әр қашында осылар, қызметіге тек тұрар. Осылаған құр жетігер дейін келін сәлемін дайынымет. Жезелеріміз дейді. Саша, Әбдікер, Оразбек, Әнуар, Жапон, Мерей, Ержан жезелерге сәлемет. Аға, жезелер қады? Сеулмадым, көзімді сол жерден таба алмадым. Қайда жүрсем бақытты болуымды, мен қаладым. Құлымтайдай секірген, айныма күн келем деп, жаңа түскен жеңгеме келін алып берем деп, жас өспірім шашылып, тәрбиесіз жеңгемнің асыл тұрбой көрем деп, осындай абзал қайларға келін жәлемді сәлемін дайынымет. Қайлар, Руслан, Берон, Назарбай, Ержан, Нұржігіт, Ислам, Әсет, Әділет, Арнұр, Нұрдәулет, және Руслан, жасландарға сәлемет. Сәлеміңлары едемет. Ой, бәрекелді манадыз. Қызыл күндей құпырған, көп сағынның сыртылған, алыңа мойын аққулар, көрікке сені ұмтылған, қайнысыңның қанадың, түтін ұстар жанадың, оларға да келдірер дейіп сәлем салатынды. Осыдағы қайсыңдер, Әмина, Сәуле, Жасмин, Сәнім, Үміт, Інжу, Аяру, Қарақат, Айзере, Кәусар, Ақбір, Жәнел қайсыңдерге сәлем.
құрметтіған мұсалын сыйласам күнімен ата-ененің шақыры әр дос әрі ақылы әр қайсысы әр елдің байлары менен батыры құрметті жаным бұларға дене жаман кемпір шал көрген жерді бұларға көрген жерде бұларға дейді келін сәлемет сәлемімді елемет құда құлағайлар дейді орынбасар баян тұңғыш ханзада үрлей мұратбай рабиға жалғас айгүміс қалғар сәрсенгүл қалғат мұразгүл және талғатқа сәлемет сәлемімді коллектив жағы қаумалап жиналып тұрады екен көрімдігін коллективтің көрейікші қанеки деген екен осындағы әмірдің коллективіне сәлемет сәлемін аямайтын көмегім тойдың маңда осындай алдыменен келетін көршілер бар керемет ауылдастың қызманып асуыңды қорыма көршілерге келінжан дегенімен де сәлемет сәлеміңді елемет рая коля тоғжан марат ләззат көршілерге сәлемет шын махаббат сұрамай жүрегімде қорадай болар ойыңды ол көздерің құрай шын махаббат сұрамай бәрекелді осы мынау жібек жол ауылына сәлем келді бүгін аты аталмаған көршілерге ағайындарға бір сәлем болсын бәрекелді келіншекті алып келген келісім қыласпас шора жолдас бәріне келінжан енді сәлемет сәлеміңді елемет абайдың достары өмірдің көп қой саны қызықтың алда бәрі келінжан сүйкімді болай еліңе жағасы бол теңіңе келін алтын босама келін сырласай досана береке болай бақыт бол келін түскен жеріңе қадамыңа үміттей құттықтаймын сені де маңдай термай төгіліп көрмей кетіп сүрініп таныстырған қауымға ағайынға ауылға махаббаттың шыршысайы мағанда келін айтмасады ай бәрекелді ал енді құрметті қонақтар келіннің бетін ашып жатырмыз енді мынау керемет қыздар жақсы ашады екен бетті мына төрт қыз ту болса қошеметтің қойшы керек апасынан неме келгендерге штрафной қалай жаппар ал енді келіннің бетін домбырамен ашып бұрын екі жағындағы абысындар ашатын еді кейінгі кезде өзінің енесін ашқызып жүр одан кейін қала берсе енді осы әулетте үлкен бір ұлды қызды болған ұлын ұяға қызын қияға қондырған немере шөбере көрген апаларымыз болса соны шақырып жүрміз сондықтан енді апаларымыздың бірі келсін
келіннің бетін ашып беріңіз Апакенеке. Келін болсаң қинабайды бір күнде көзге Келіңіз, Салтанат аға, сіз де келіңіз. Маңдайына сүйіп қойыңыз ау бәрекелді. Насибам бақытты бол. Ай, бәрекелді. Қошемет қайда, қошемет. Сен дайдайсың тамақ үйіп, қарамайсың тамақ. Рахмет апа, сіздің жолыңызды берсін, деніңіз сау болсын. Келінге беріп жатқан бата тілегіңіздің бәрі қабыл болсын апа. Сонау алыстан ататып келіп, арнайы бетін ашып жатқан апамызға бір ду қосып, қошемет болсын. Қошемет болсын бәрекелді, қошемет болсын. Мен бұнаны апам алып келе жатырмын ба десем, маған алып келдіңдер ме? Бәрекелді, ал енді келіннің бетін аштық. Енді беташардың батасын сұрайық. Үлкен бір ағамыз келсін атамыз. Бүгінгі тойдың беташарын беретін атамыз қайда? Ха? Кім? Жәке? Иләһи әмин. Жарылқа Алла қабілет, жарылқа Алла қабілет, ізет, абырой, бақ дәулет. Қыдыр қарап бақ көріп, не тілесең бәрін қабыл ет. Ал енді мына бүгінгі келін осы Ашиптердің әулетіне басқан қадамы құтты болсын айналайын. Осы елдің мен деген елге үлгілі болатын келіні бол айналайын. Бақытты бол. Әмин. Ай, бәрекелді. Амин. Жәке шаға, батаңыз қабыл болсын. Ал енді мынау бүгінгі айтылған тілек пен батаның бәрі қабыл болсын дейміз. Дәкеңнің берген батасы қабыл болсын, апамыздың берген батасы қабыл болсын. Осы үйге баламыз сіңіп үлкен ана болсын деген тілек тілеп жатқан тілектердің бәрі қабыл болсын. Ал енді олай болса, жастарымызды орнына жіберейік. Жіберместен алдымен кім? Салтанат шақыршы, Салтанат. Салтанат берген. Салтанат. Мына келіннің аяғынан, шофанның таяғынан дейді. Жаңа айтып жатырмыз ғой. Осы отбасына бақ берекені бол келді. Мынау енді алғашқы бақ береке менікі ме, сенікі ме деп соны сұрайтын. Саған берейін деп тұрмын. Домбыраның басына ілдіріп жіберді, айналайын ала ғой. Ілдір. Домбыраның жолына бірге ілдіріңіз өзіңіз. Қолыңыздан алып домбыраға. Домбыраға ілдіріп жіберді ала. Екеуміз уәделескен күн қайда, бір көріп болды бір айда. Көрмейтін жақсы кіші Екеуі көп тұрады, біреуі көріп Салтанат. Екеуі көп тұрады, біреуі көріп. Біреуі бермеді. Ха? Атамыз ба? Домбыра саған рахмет. Ай, бәрекелді. Рахмет. Ай, бәрекелді. Бүгінгі айдай келіндеріңізбен бетін ашып берген айтпай ағамызға бір қошемет ұрып қойды, бәрекелді. Ай, бәрекелді. Өміріңізде де әркез костюмі сияқты бәрі жасылы болсын деп қойшы, бәрекелді. Әркез жасы жаны тұрсын аға, бәрекелді. Аман болыңыздар. Айтпай ағамызға бір қошемет ұрып қойыңыздар. Ал енді жеңгелермен бірге келінді сыртқа шығара тұрайық, байқашта содан кейін жаңа құлар кіргізіп алғаннан кейін келіндерімізбен жаспен бірге ортаға шығарып түрлеріне жайғастыратын боламыз, бәрекелді Салтанда. Ал енді құрметті қонақтар, дастархан басына жайғаса беріңіздер. Бірінші, екінші стол жаңа құдаларға, қалған столдарға кімнің кіммен әңгіме шығарса, сол бойынша дастархан басына жайғаса берсеңіздер рұқсат кәне. Қызына қырғыден шеп қылатын бедедірат бекіре, жолының бек қылатын бөрлі байрақтан көкбөр ұрпақтары. Ассаламағалейкум деп амандаспай. Рахмет, ал ендеше құрметті қонақтар, бағанан бері құдаларымызды күтіп тұрған болармыз. Ендеше құдаларымызды ресторанымызға келгеннен ендеше көп күттірмей, қазақ елді қонағын босағада көп күттірмеген, сондықтан да Гранд-шоу ансамблі қыздардың сүйемелдеуімен құдаларымызды орта қалдырсақ бәрекелді. Ендеше орнымыздан тұрып, қошеметті ұрып, жеңгелеріміз әдемілеп тұрып құдаларды қарсы алып Ал биліңдер ағайын, кәдеңе жарайын, құдаларға қуанған әнімді салайын. Жарасады сәніміз, жырымыз әніміз, биліңіздер бұл тойда қане бәріңіз. Құдалар, құдалар, әніміз құдалар, сәніміз құдалар, 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 әніміз құдалар, сәніміз құдалар, құдалар.
1-2 ай бәрекелді. Ал маэстро жіберші басқа музыка маэстро. Жібер кәнеге, билеп кәнеге. Ал кеттік алдына, жаңа құдалармен билеп. Құдалар келді құдалар. Билеп кәнеге. Мәңгі құдалар. Құдалар, ezgi құдалар. Тәңірім қосқан бізді құдалар. Ұл-қыз бағып шарқырап еді, той думаным халқыма көрек. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Құдалар келді құдалар, бірге болайық, мәңгі құдалар. Құдалар, ezgi құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Рахмет. Тағы да бір құдаларымызды төргі апарып тастаңыздар бәрекел. Ал кетті келеші маэстро жібер. Бимен апарыңыздар кәнеге. Шашу кәнеге. Ән саламын қуанамын, келді ғайын құдаларын, қарсы алайық соғып шапалақ. Ән саламын қуанамын, келді ғайын құдаларын, қарсы алайық соғып шапалақ. Құдалар келді құдалар, бірге болайық, мәңгі құдалар. Құдалар, ezgi құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Ұл-қыз бағып шарқырап еді, той думаным халқыма көрек. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Құдалар келді құдалар, бірге болайық, мәңгі құдалар. Құдалар, ezgi құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Бүгінгі тойымыздың негізгі себепкерлері 2 жаста. Қарсы алайық бәрекелді ендеше Гранд Шоу ансамблі кәнеге жібер маэстро. Бүгін тағы ата дәстүр жалғасты, басталмақшы құтты қадам алғашқы. Қол ұстасып отау тіккен қос бота, көпшіліктің ақ батасын алмақшы. Алып ұшып қуанбаспын мұншамен, бүгін думан масайрашы күллі әлем. Қош келіпсіз мына тойға әлеумет, баршаңызға ілтипатпен бір сәлем. Бүгінгі күн есте мәңгі сақтар күн, 2 жүрек бірін-бірі тапқан күн. 2 жасқа бақыт тілеп баянды, думандатып тойымызды бастар күн. Ендеше біз қарайық бағым әрі құтым деп, жетпеген жіберейік бүтін деп. Жаңа елге жаңа келіннің тұрған шығар жүрегі де лүпілдеп. Кез келді қос аққуды қарсы алатын, көргеннен ақ барлығы дам санатын. Күй шалқытып бей төгіліп жиналған топ, қосылып бір кісідей ән салатын. Әлемге той деп бүгін жар саламыз, отау түккен қос ботаны жар-жарменен қарсы аламыз. Қошемет қанеге. Жор ғана. Қошемет қайда, қошемет қана. Айғай шу. Достар қайда, достар қанеге.
өмірге лайық отты жағып жар келеден екі жас топты жарып жар үлкен мен ауылдың жасымында жар жас келінді көруге асығуда жар қадамдарың екі жас құтты болсын жар Ақтаудың еңсесі мықты болсын жар ата-ананың үмітін ақтаңыздар жар Ау, келінжан, айналаңның ажарын ашып, шуағын шаша келген қадамың құтты болсын. Бақ тілеп жаңа өмір басқан қадам, талабыңнан айналдым аспандаған. Келін болу, жар болу азаматқа, ол сенің қадіріңе қосқан бағаң. Жиылып келген барша жұрт сендерді мақтасын, көре алмайтын дұшпандар сырттан есік қақпасын, бастарыңа бақ қонып тіл көзден сақтасын деген ниеттен екі жасқа үгіт ағайын, сіздер оның куәсі болыңыздар. Екі жасқа ұсынамыз ағарған мен жолын ақтай тазарған, ісіңде ақ, жолыңда ақ болсын деп, ақ ішкізу, ақ тілек боп саналған. Өмірде қаусекен жарқын іздер, жарасып, қол ұстасып өтіңіздер. Жұптарыңыз жазылмасын өмір бойы, арманға, алтын тойға жетіңіздер. Ал ағайын, екі жасты құтты орнына шығарып салайық. Ойғайсың ағайын, сәл тынышты қалайын, қолға қонды баққысын күтіп бақтап бағайық. Міне келін келіп тұр, босағаңа еніп тұр, бұл әлемнен табылмас мұндай сұлу көрікті, мұндай жібек мінездей дүниедегі бір өзі. Айналайын жас келін, қаумалаған жақсы елің, құтты болсын қадамың кел қара. Ай, бәрекелді. Рахмет, ал енді тойымыздарға жалғастырайық, құрметті қонақтар. Енді қазақ ешқандай істі бейсмиллясыз бастамаған. Енді Сырым Батырдың айтқаны бар екен ғой, астың үстінде бейсмиллясы, астында әлхамдулилласы бар деп. Сондықтан да иләхи әумин деп осы бір әулетіміздің үлкендерінен, яғни Ербол ағамыздан иләхи әумин деп ақ бата сұрап алсақ, дастарханымыздың бетін ашып алсақ, содан кейін тойымыздар қарай жалғастырсақ деген тілек ниет бәрекелді. Ендеше Ербол ағамыз қайда? Жөн сілтеп жіберіңіздерші қанеге. Мына жақта ма? Ай, бәрекелді. Ал, иләхи әумин. Әумин. Ал, осы кешке келген құрметті қонақтар, барлығыңызға да тойлар құтты болсын. Абайжан мен Насибажан бақытты болсын. Не дейміз енді? Істеріңді алды қолдасын, еш жамандық болмасын. Қайда жүрсен қолтықтан Қыдыр баба қолдасын. Дастархандарың тойға жайылсын, еш жамандық болмасын. Тойың тойға ұласып, дос жарандарың көп болып, әр уақытта бақыт бірлік орнасын. Ұлың менен немерең өміріңді жалғасын, шөбере мен шөпшегің туа жаттар жалғасын. Аманшылық, тыныштық болсын, әр уақытта осындай тойларға келе берейік. Айналайын Абайжан, Насибажан, үйіңе бақыт төрлесін, еш жамандық болмасын. Ошағыңда жанған от мәңгі бақи жансын, айналайын. Ал, осы тойды ашық деп жариялаймын, кәне Алла өздеріңіз алдарыңыздан алып отырыңыздар тағамдардан. Әмин. Ай, бәрекелді, рахмет. Енді қазақ айтады ғой, ас иесімен тәтті деп. Астың иесі ол жасаған адам немесе әйеліңмен отсан ғана ас дәмдемес. Астың иесі бір Алла дейді. Алланы еске алып бастаған ас әр кезде де сіңімдәрі дәмді болады дейді. Соқтан да иләхи әумин деп алдарыңыздағы ақ дастарханның
батасын алды, құрметті қонақтар. Ендеше алдарыңызға қатысудан алып отырыңыздар. Үрлей сап көзің қайсы дегендей болмасын. 1-2 минутқа музыкалық үзіліс жіберейік. Рахмет, бәрекелді. Ал ендеше құрметті қонақтар, енді қазақ айтады ғой, жақсы еркек таз басын жасырмайды, жаман әйел алдындағы асын жасырмайды деп. Сондықтан да бүгінгі салтанаттай анамыздың өздеріңізге жайған ақ дастарханнан, адал асынан, батысша айтқанда бұйырған астан, құйылған астан алып отырыңыздар. Ендеше ортаға бүгінгі тойымыздың беташар әнін айтып беру үшін Кенжебек ағамызды ортаға шақырамыз. Бәрекелді. Абай, Насиба, бақытты болыңдар айналайын. Осы келген қонақтар бәріңізде осына той бола берсін. Құшағы оттай істі сахарадай, көңілін алып ұшқан шағаладай. Алдымнан көкем айде шығатуға, сендерді сағындым ғой, сендерді сағындым ғой, ағаларым. Қажымас қаранарым, кең байтақ далаларым, күнімде ерген етер, аман бол ағаларым, ama bola ağalarım. Ağalarım, öptüm köpekler, babalarım. Enine erzindeki kara sürdü, kaldırgan özlerinde, babalarım. Қажымас қаранарым, кең байтақ далаларым, күнімде ерген етер, аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Қажымас қаранарым, кең байтақ далаларым, күнімде берген етер, аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Ақылда байналайын ағаларым, сағынсам іздеп барар аналарым. Әнеңе әзіндегі қара жүрде, қалдырған өздеріңді, бабаларым. Қажымас қаранарым, кең байтақ далаларым, күнімде ерген етер, аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Қажымас қаранарым, кең байтақ далаларым, күнімде ерген етер, аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Рахмет. Ай, бәрекелді. Даусыңыз әдемі машық неткен, талай жанды өзіне ғашық еткен. Құдай берген даусыңыздан айналайын, Құдай берген Димаштан асып кеткенде қойшы, бәрекелді. Кенжебек ағамызға бір қошемет қойыңыздаршы, бәрекелді.
Ай, бәрекелді, рахмет. Ал ендеше құрметті қонақтар, алдарыңыздағы астыдан алып отырыңыздар. Енді бүгінгі тойымыз басталғалы 2 жасты ортаға алдық. Жаңа құдаларымызды төрімізге жайғастырдық. Ақбатамызды да алдық, әнімізді де тыңдадық. Енді үлкендеріміздің бір ауыз сөзін, ақ тілек ниеттерін естіп алсақ, содан кейін ары қарай біз жастарға сөйлеуге рұқсат шығар деген ойдамыз. Бәрекелді. Ендеше ортаға осы бір той иелерінің әулет үлкендері, яғни тойдыға әулет үлкендерін ортаға шақырайық. Бәрекелді. Ендеше Батырхан ағамыз бастаған, Ербол ағамыз бәрекелді, Ұлпан, Айымхан, Райхан, Әбдікер Палым ғой дейме. Бәрекелді. Амангелді, Дариха, Аманша, Ербол, Айна сынды барша әулет үлкендерін билеп ортаға шақырамыз. Бәрекелді. Келіңіздер қареке, маэстро жібергені. Хоп! Эй, ғана! Эй, ғана! Шоу бәрекелді, билеп келеміз бәрекелді. Келіңіздер! Керекім шынымен сәйкес келеді жүрегінің дүрсіліменен шалқып көңіл шаттық үйірсін әсем әуен тәтті күйімсің көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің көңіліме түрлі ой салған до ре ми фа соль ля симсің төгеді сан түрлі махаббат перне есіміңді атап өткенде. Рахмет, бәрекелді. Ал бірыңғай ақжаулықты аналарымыз шықты. Бәрекелді. Енді қазақ қартидың қазынасы дейді. Бәрекелді. Сіздер аман болыңыздар, сіздер бар болыңыздар. Бәрекелді. Осындай ақжаулықты аналарымды, ақсақалды, аталарымды көрген кезде қуанам. Бәрекелді. Сіздер аман болыңыздар. Құрметті қонақтар, жүнді еріп, жіп қылған, сүтті етіп, құрт қылған 20 ғасырдың хас сұлуларына бір қошемет ұрып қойыңыздаршы. Бәрекелді қанеке. Қошемет осақ па не? Апаларымызға душин алырайық қанеке. Бәрекелді. Ай, бәрекелді. Ал, сіздер аман болыңыздар, ақжаулықтарыңыз кірлемесін дейін. Бәрекелді. Кім бастайды, келіңіздер? Кімнің пенсиясы көп десең? Қымбатты қалайық, құрметті де, қадірлі де, кешке жиналған жалпы ағайындар, осы заманның ең нағыз азаматтары, азаматшалары. Міне бүгін менің бауырым Әмірханның екінші баласы семья құрып отыр. Өмірге тағы да бір Керейттің жаңа семьясы дүниеге келді. Өте қуаныштымын, өте бақыттымын. Сәл жаңа Кенжебек айтқан кезде өткен жылға кеткен 3 інім, 2 ағам, солардың несі сәл кешіресіздер. Көңілім бұз жіберді да. Тірі болғанда бәрі осы жерде тойда отыратын. Құдайымнан бұлай бізді жылатпасын. Кілең осындай тойлар бола берсін. Абайжан мен Насибаның бүгінгі тойы, осы той біздің барлық өткен қайғыларымызды жоғалтып жіберді. Ол кезде біздер бір дүниеден, өмірден үзген адам сияқты болып қалған едік. Біздің негізгі әулетіміз о баста Ыдық би деген атамыз кезінде сол сақтармен бірге Сары өзен менен Каспий теңізіне дейінгі аралықты билеген үлкен кілең ғана қандар мен билер болған екен. Соған қарағанда жаман емес, Құдайға шүкір. Қазіргі балалардың бақыты өте жақсы, өмірде өте жақсы. Менің тілегім барлық жанға, соның ішінде бүгінгі мынау жаңа өмірге қадам басқан 2 жасқа айтарым, айналайындар, 100 жасасақ та өмір өте қысқа. Осы қысқа өмірде бір-бірлеріңнің қазіргі махаббаттарың еш уақытта жоғалмасын. Өте жақсы болып жұптарың еш уақытта жазылмасын. Бақытты болыңдар, дендерің сау болыңдар. Әрбір күннің қадірін жақсы біліңдер.
Біріншіден үлкендерді қадірлеңдер, дүниеге әкелген ата-аналарыңды сыйлаңдар, бауырларды. Әрбір мұсылман менің бауырым деп сыйлаңдар. Дендерің сау болсын, көргендерің кілең ғана, торқалы тойлар болсын. Өмірде өз орындарыңды тауып, осы заманға сай лайықты азаматтар болып, екі жаққа да, үш жаққа да аппақ анау көйлектеріңдей көңілдерің әрқашанда ақ болсын. Өмір жастарың ұзақ болып, баршамызға қадірлі де, ибалы да, Нәсибажан үлгілі де келін болсын. Абайжан айналайын, ұрпақтарың менен мың жасыңдар. Той құтты болсын, жалғаса берсін, керейттердің ұрпағы көбейе берсін. Қазақтың тойы бітпесін. Рахмет, құрметті қонақтар. Сіздерге сөйлемеңіздер демейміз, сөйлеңіздер. Дегенмен де ортаға шығып тілек айтып отқан кісілердің дауысын басып кетпесеңіздер бәрекел. Сіздерден жалғыз өтінішіміз сол бәрекел. Ал келіңіз апа. Құрметті қуанышымызды бөлісуге келген қонақтар, қадірлі құда-құдағайларым. Бала біздің келешегіміз дейді ғой. Бала біздің осы қызымыз да, баламыз да біздің өрісіміз дейді. Соның дәлелі ретінде айтайын, бүгінгі той екі ұрулы елдің, Әлім Қаракесек пенен Керейттердің тойы. Бүгінгі той Ризабай менен Клараның ата-аналары. Біздің Әмірхан менен Салтанаттың тойы. Бұл той барлық осы жерде отырған кісілердің барлығының тойы десек болады. Әй, құтты болсын, екі жаққа да құтты болсын. Мынау құдалықтарың аталарымыз айтады, құда 1000 жылдық дейді, күйеу 100 жылдық дейді. Мынау отырған отырыстарыңыз, құдалықтарыңыз, отырған орындарыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болып, сіздер соның ата-аналар, туған туысқандар, сол балдарымыздың қызығын көре берейік. Айналайын Абайжаным, Нәсибам, Нәсибажан айналайын несібеңменен келіп қадамың қайырлы болсын. Абайжан сен де сол қайын жұртыңа жақсы бала бол. Нәсиба бізге әдемі де, әдепті өзінің енесіндей ибалы келін ана болсын, айналайындар, құтты болсын. Ой, жайна. Ал тойға жиналған ағайын туысқандар, бірінші жалпы халыққа осы той құтты болсын. Екінші әмір салтанат тойларын құтты болсын, айналайын. Мына Абайжан қолыңа қондырған құсың құтты болсын. Екеуің бақытты болыңдар. Бірінші аңсаған армандарыңа жетіп отырсыңдар, енді алдарыңа қойған барлық мақсаттарыңа екеуің қол жеткізіп, үлкен жақсыз үлгілі семьялардың бірі болыңдар. Мына әмір салтанат енді әйтеу өзің балдарыңды үйлендіріп тойын беріп жатсын, енді әсетіңменен әрлетіңнен немере шөбере сүйіп, солардың тойында тойлай беріңдер. Осы жақын жоғың ағайын туысқандарың барлығың сенің үйіңе келсе тойға келсін. Тойларың тойғыласын, құдалықтарың мәңгілік болсын. Орталарыңда әйтеуір жаңағы жорға жүрсе, жорға жүрсін, дорба жүрсе, дорба жүрсін, татулықтарыңды болсын. Дендерің сау болып, екі жақтың ата-анасы осы екі баланың тойына әрдайым жақсы ниетпенен, жақсы тілектермен тойлай беріңдер. Тойларың тойғыласын. Той болсын, тойлар болсын. Мінекей, құрметті қонақтар, бүгін міне біздің Шырақ пенен Салтанаттың балдарының үйлену тойы. Абайжан, Нәсибажан үйлену тойларын құтты болсын, бақытты да баянды болыңдар. Құдалар төрге шыққан қадамдарыңыз құтты болсын. Екі жастың ауызбіршілігін беріп, мәңгілік сыйластықта болыңдар. Және менің кішкентай қызым ағасын құттықтайды. Екібастұз Павлодар облысынан келген. Абай аға, Нәсиба жеңше, тойларыңыз құтты болсын.
әмір салтанат бүгінгі міне балдардың бақыт тойы құтты болсын. Ырзабай Клара сіздердің төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Абай Насиба өмірде бақытты болыңдар. Екі жақтың ауызбіршілігің болсын. Тойларың тойға ұласа берсін. Ай, бәрекелді, басқамыз қосыламыз ғой, е? Бәрекелді, ал. Енді бір сұрақ қойып жіберейінші. Апа, негіз жасыңыз нешеде? 73-темін. 73-темін деп жатып, бір қошемет ұрып қойсаңыздаршы, бәрекелді, е. Екінің бірі 70-ке келе бермейді, бәрекелді, е. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, апа. Сіздің жасыңызды маған берсін. Мен де сіз секілді ақсақалды қария болайын. Менің жасым сізге берсін, жап-жас болып жүре беріңіз деп қойыншы, бәрекелді. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Ендеше апаларым жиналып той елін бірге суретке түсіп алыңыз. Апа, асықпаңыз, я. Сіздерді қайта-қайта мазалай бермекте, бәрекелді. Ортаға жиналып бір суретке түсіп алыңыздар. Содан кейін билеп дастархан басына жайғасуларыңызға рұқсат, бәрекелді. Ал, келіңіздер, той елер қайда? Әмірханаға келіңіз. Салтанат адам қайда? Айға да барам ей, жұлдыздай жанам ей, күнде сен күн болсаң, қасыңда қалам ей, қайтсем де өзіңмен бақытты болам ей. Айға да барам ей, жұлдыздай жанам ей, күнде сен күн болсаң, қасыңда қалам ей, қайтсем де Ай, бәрекелді, рахмет. Ал енді құрметті қонақтар, әне міне дегенше бүгінгі тойымыздың алғашқы ыстығы да дайын болып болған екен. Ендеше суытпай тұрған кезде бәрекелді ортаға алдырып алсаға, бәрекелді. Келіңіздер қанеке, ыстығы ас бүгінгі тойымыздың алғашқы. Ортаға келіңіздер қанеке. Бәрекелді. Рахмет. Ендеше алғашқы ыстық асымызға Иллахи әумин деп жаңа құдалардан бата сұрайық, бәрекелді. Ал, Иллахи әумин. Әуелі Алла оңдасын, әулиелер қолдасын, малың менен жаныңа еш жамандық болмасын. Берекелі бақ қонып қатар өссін, мал жаның ырысың өсіп, күн санап өзегің ешбір талмасын. Бауырыңда ойнасын, көрінген мынау ізіңе ерген балдарың. Жаратқан ем жар болып, жаманға күнің салмасын. Құдайым жарлық ет, жарлықаудың қамын ет, қайырлы ғұмыр кешуді осы балдарымызға нәсіп ет. Қиын қыстау күн болса, қайы берен қырық шілтерін желеп-жебеп алып ет. Осы тойға қосылып атқан балдарымызды Жүсіп пенен Зелихадай бір-біріне ғашық ет. Осы тойға жиналған қауымды болмасын ешбір қасірет. Осы тілегімізді Алла өзің қабыл ет. Әмин. Ай, бәрекелді, рахмет. Ал ендеше құрметті қонақтар, алдарыңыздағы астың Иллахи әумин деп батасын алған жайымыз бар. Ендеше алдарыңыздағы астан алып отырыңыздар, бәрекелді. Ендеше үрлейсіп көзің қайсы дегенде болмасын, алдарыңыздағы астыдан алып алыңыздар. Бірнеше минуттан кейін тойымыздар қарай жалғастыратын боламыз, бәрекелді. Музыкалық үзіліс кетіп жібермеңіз. Келіп отырған Гранд-шоу ансамблі қыздарын шақырамыз, бәрекелді. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Гранд-шоу ансамблі қанеке.
Жақсы, рахмет ендеше құрметті қонақтар, сіздердің қошеметтеріңізбен бүгінгі той иелері, яғни Әмірхан ағамыз бен Салтанат анамызды ортаға шақырайықшы бәрекелді. Келіңіздер шықанеке ортаға. Той иелері. Менің көңіл күйім Той иелері қайда қанеке? Тұр бойыңа Той иелеріне қошемет қайда? Қошемет қанеке? Той иелеріне. Жарымдас кел билейік оңаша, тамаша. Бүгін менің көңіл күйім тамаша. Тұр бойыңа сенің биің жараса. Рахмет, қош келдіңіздер. Әмірхан аға той құтты болсын бәрекелді. Бүгінгі той енді қазақ айтады ғой. Құдықтан су ішсең, алғысыңды құдық айту ақмақтық, құдықты қазған адам қайт дейді. Егерде бір ағаштың көлеңкесін саяласаң, алғысыңды ағашқа айту ақмақтық, ағашты еккен адам қайт дейді. Сондықтан да бүгінгі тойымыздың негізгі себепкерлері, негізгі кейіпкерлері ол Абай мен Насиба болғанмен де ол кісілердің негізгі еңбек, негізгі алғыс, рахмет бәрі ата-аналар деп ойлаймын. Сондықтан да ата-аналар үшін бір қошемет ұрып қояйықшы бәрекелді. Бәрекелді, бар еңбек сіздердікі бәрекелді той иелері. Енді аға, бүгін негіз жалпы тойға келген кезде енді биге дайындалып келген шығарсыз. Мен өзі табиғатымды билей алмайтын ем. Билей алмайтын ем. Бүгін енді баланың тойында билеу керек аға. Қолдан келгенше билейміз бүгін. Билейміз ғой. Кеттік ендеше. Сәл бір қадам алдыға шығыңыз бәрекелді. Салтанат анам күте тұрсын. Ал енді аға, байқап жатырмын. Аға тоқтай тұрыңыз. Мен жанымда тұра беріңіз. Бір жаққа асығып барасыз ғой кәдімгідей. Енді аға, бағана байқап жатырмын, кейбір қонақтарыңыз кешігіп келіп жатыр мына жақта енді. Соның енді бәрімен амандасып үлгермеген шығар, соны бір амандасудың ретін ұсынайын сізге. Қазір мына оң қолыңызды көтересіз, президенттер сияқты. Көтересіз, басқа дене мүшемен билеп отырасыз. Қолды бұлғап отырасыз, қырып отырасыз, амандасып отырып билеп, мына шеттен барып, бұлайнан айналып қайтып маған келесіз ғой. Түсінікті ма? Ал егерде сіздердің амандық алғандарыңыз, айғай-шуларыңыз бен қошеметтеріңіз болсын бәрекелді. Кеттік қой. Ендеше кеттік. Әмірхан ағамыз, маэстро, жүрген екен. Хоп, кеттік алаға. Хай ғана. Хоп. Ескі әннің ырғағымен, жаңа әнімді бастайын мен. Рахмет аға. Шаршап тұрсыз ба аға? Жоқ, ешқандай шаршап. Шаршап отқан жоқсыз ба? Енді ресторан до конца айналып келмедіңіз бе енді? Мына жерде айнала салдыңыз өзің кәдімгідей. Кәдімгі басынан жіберейік аға, иә? Ана жағынан до конца барып, мына жақтан айналып келейік, бәрекелді. Ар жақта жаңа құдалар қалып кетті ғой, операторды не қыласыз, өзіңіз жүре берсеңіз, той сіздікі ғой бәрекелді. Кеттік ендеше, маэстро, жібер. Әмірхан ағамыз кеттік әнеке. Кешір жаным, кешір шығарып сала алмадым, өзіңді іздеп сол жерден таба алмадым. Қайда жүрсең бақытты болуыңды мен қаладым. Айналайын, айналайын, аттадың бақ үйдің босағасын, өткен ойлап көңілің босамасын. Рахмет. Сіз енді өзіңіздің ойыңызша билеп қайттым деп ойлап тұрсыз ғой, сіздің сыртыңыздан неге ұқсағаныңызды айтайын ба? Ана алғаш қоңырауды бірінші курстарға, бірінші класстағыларға қолына қоңырау беріп жібереді ғой, бұл айдан кәдімгі бүйтіп айналып қайтады ғой. Сіз дәл солай қайтып келдіңіз ғой аға. Жақсы енді. Сіз кеттіңіз ғой, сөйтсе Салтанат анам айтып жатыр маған. Мына ағаңның билегені билеген ба дейді. Қазір мен шыққанда көресің деп жатыр ана кісі. Қазір мен шығып билеген кезде сен ондай биді көрген жоқсың, шок боласың деді ғой. Мына айғай-шу деді ағаңа берілген. Ол айғай-шу емес деді. Қазір мен шыққан кезде деді, мына жақта көрші қолаңым, туыстарым, достарым барлықтар қолдарына ақ орамалды, ақ салфетканы ұстап бұлғаған кезде деді, сен ондайды көрген жоқсың, шок боласың деді. Олар қазір маған айғайлаған кезде сенің ана музыкаң естілмей қалады деді маған. Мына ағаңды алып таста деді ғой маған кәдімгідей. Енді сізді қазір көре тұрайық аға, сәл артқа шығыңыз, осы анамды көрейік, бәрекелді. Ал, ана, сізді мақтауды өлтірдік енді. Не подводить енді кеттік ал. Жібердік ендеше, оң жақ шеттен түсінді, маэстро кеттік ал. Ой, ғана! Хоп, 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 хоп! Мақтадай жүр алмаймыз, мақтамай, тіл көзінен сақтағай. Гүл әпшем ау, гүл әпше, бақытты болып жүр әпше, ты красавица вообще. Рахмет бәрекелді. Не деген айғай-шу Құдай-ау. Кілең төркінің жинап ағас па, не істегіз Құдай-ау тойға?
Не деген айғай шу. Ағам айтып жатыр мына жақта. Аналар деген озды деп ағам сразу мойындады мына жақта тұрып, бәрекелді. Аман болыңыздар. Той иелеріне екі жақ бөлінбей бір қошемет ұрып қояйықшы, бәрекелді. Бәрекелді. Рахмет. Тойларыңыз құтты болсын, бәрекелді аға. Енді бұл енді бір бой сергітіп, той иелерінің бойын сіздерге бір көрсетіп қойын деп жатқаным ғой қонақтарға. Сондықтан да аман болыңыздар, бар болыңыздар. Аға, қай жерде отыр едіңіз? Мен шынын айтайын, бүгін отырмаймын. Отырмайсыз, бәрекелді. Онда отырмай жүре беріңіз, аға, бәрекелді. Тойым жалғастырайық, бәрекелді. Рахмет. Бағана енді бірінші тілекте апаларымды ортаға шығарған кезде апаларым айтып жатыр ғой бағанағы. Үш жаққа да сүйкімді ұл бол деп Абайға тілек айтып жатыр. Негізі бүгін Абайды үйленген күнімен емес, оның жұртының түгенделгенімен құттықтауымыз керек, бәрекелді. Сондықтан да Абайдың жұртының түгенделгенімен құттықтап бір қошемет ұрып қойыңызшы, бәрекелді. Рахмет. Қазақ айтады, өз жұртың міншіл келеді, қайын жұртың сыншыл келеді, нағашы жұртың тілекші келеді дейді, бәрекелді. Сондықтан да енді нағашыға келген кезде айтатын әңгімеміз бөлек қой, бәрекелді. Сондықтан да келесі бір тілек кезегін осы бір Абайдың нағашылары ғой деймін, бәрекелді. Нағашыларын ортаға шақырып алсақ деген тілек. Ниет, бәрекелді. Ендеше ортаға Серік, Таня бастаған, Ғаппар, Хатира, Гүлдәрі, Құрбанкүл, Зүліфхар ғой деймін, бәрекелді. Теңдік, Базар, Саттар, Назкеш, Гүлайым, Әбдіжаппар, Бейбіткүл, Сәндібек, Марал, Жайсаңбек, Мадина сынды барша нағашыларды ортаға шақырамыз. Келіңіздер ғана келin. Рахмет, бәрекелді. Қағазға жазылғанда айтып жатырық, бәрекелді. Рахмет, ренжімесіздер. Менің ешқандай айыбым жоқ, бәрекелді. Енді құрметті қонақтар, баяғыда мына бір жиеннің тойында нағашылары келіп, бір жылқы атап кеткен ғой. Сөйтсе бір 4-5 жыл өткеннен кейін әлгі жиені нағашысына барып айтып жатыр дейді, нағашы, сен маған осыдан бір 4-5 жыл бұрын бір жылқы атап кетіп едің. Әлгі жылқыны алып кетейін, қазір енді бір 2-3 жылқы оқпаған шығар, мал баласы өседі ғой деп. Сестен ағашысы айтып жатыр дейді, жиенжан, сөзің жөн, мал жинайтын адамның сөзі, бірақ мен саған еркек мал атағам, одан хабарың бар ма деп айтады дейді. Сол айтқандай, бүгін нағашылар жиендердің тойына не атайды екен өздерінен сұрап алайық, бәрекелді. Еркек па ұрғашы ма, оны да айта кетіңіздер, бәрекелді. Ал келіңіздер, кім бастайды? Ағаларымыздан сөз бастаңыздар, бәрекелді. Міне, құрметті ағайын туыс, Бекеш әмір тойларың құтты болсын, жастар бақытты болсын, әрқашан екі жақтың Құдай ауызбіршілігін берсін. Жастар бақытты болсын. Кешке жиналған қонақтар, міне бүгін біздің салтанат қарындасымыз Әмір күйеу баланың үйінде үлкен той. Себебісі баламыз Абай мен келініміз Насибаның бас қосу кешіне жиналған екенбіз. Біз осы кешті пайдалана отырып, Ашелевтер отбасына тойларыңыз құтты болсын дейміз. Сонымен бірге, құдалар, кеше біз сіздің төріңізде отырсақ, бүгін сіздер біздің төрімізде отырмыз. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Себепсіз болған екі жас бақытты болсын, бақыттың Құдай ұзағынан сүйіндірсін. Өссін, өнсін, көшегес, көгесін. Мына тіккен отауларының шаңырағы биік, босағасы берік, керегесі кең болсын. Бақытты болыңыздар, барлықтарыңызға той нәсіп етсін. Құрметті қонақтар, бүгін Ашилевтердің отбасында үлкен той құтты болсын әмір, салтанат. Енді мына балалар бақытты болсын, дендер сау болып, үбірлі шүбірлі болып, өзімен өсіп өне берсін. Құдалардың төрге шыққандары құтты болсын. Құдалар әрқашан аманшылықта, саушылықта жүре берсін. Дендер сау болсын. Той және бір рет құтты болсын.
Құрметті қонақтар, бүгін кеш жарық міне Әмір мен Салтанатты үйінде той болып жатқанына бүгін 3-ші күн ба? 4 ба? 4-ші күнге айналып бара жатыр. Күнде той тойлап жатырмыз. Оның себепшісі міне Абайжан менен Насиба жанның екеуінің отау тіккен күні екен. Екеуіңе тіккен отауларың құтты болсын деймін. Ішінде бақытты өмір кешіңдер. Ішінде балаларың көп болып ойнап, ішінде жүре берсін, секіріп, өсейіп, көбейе берсін. Апама бірінші, апам өзім бауырым, Амаш апама құтты болсын айтамын біріншіден. Ананың енді орны ерекше ғой. Оны айтып тілмен жеткізе алмаймын. Енді салтанатты өмірге қалай әкелген болса, солай қуанып, ол кісі де енді жүрегін жарып, қуанышын қалай сыйғызарын білмей жатыр. Апа құтты болсын. Әмір Салтанат сендерге де той құтты болсын. Және Бердібековтер әулетінің барлығына құтты болсын айтамын. Сонымен бірге Әшіловтер әулетіне де құтты болсын айтамын. Кеше де айтып кеткенмін. Екі жақтың тектілігі жөнінде, екі жақтың өте тәрбиелі, өте жақсы жандар екендігін айтып кеткенмін кеше де. Құдаларға да айтқанмын құтты болсын деп. Мақтан шете аламын мен өзім жиендерімді. Айтпай көз тимесін, оны бүкіл ел халық біледі. Әрқашанда мен осы тілекті пайдаланып, жиендеріме да осы апамнан толған ұлдар, қыздар барлығына бақыт тілеймін. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Салтанат айналайын. Әмір мен екеуін қоса қарып сендерді үлкен шал мен кемпір болып шөберелер сендер. Салтанат, семьяларың одан да ұлғайып, көркейіп, үлкейе берсін. Тек қана сәттілік болсын, екі жас бақытты болсын. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Барлықтарыңыз дендеріңіз сау болып, ауырмай жүріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті жиналған қауым. Біздің әпкеміз Салтанат пен жездеміз Әмір бүгін үлкен той жасап, кенжетай үйлендіріп, қара шаңырақтың егесін және еге келінін тауып жатыр екен, құтты болсын. Сол баяғы 81 жылы біздің Салтанат әпкеміз қыздың үлкені. Осы қызды осы Әмір алып кеткен кезде бәріміз жылап қалғанбыз, Әмір жек көріп. Енді мінеге абай үйленіп қуантып жатыр, Құдайға шүкір. Осы әпкемізден екі ұл бір қызды сүйіп, осылардың қияға қондырып,ияға қондырып жатырсыздар. Екі жас бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын, жусандай түбірлі болсын. Атасына ұқсаған музыкант болсын. Әмірхановтар көбейе берсін. Құдай қаласа, Ашелевтердің үйлерінде тойлар үзілмесін, жалғаса берсін. Ашелевтер отбасына, құдалардың барлығына, жаңадан келген құдаларға той құтты болсын дейміз, той қыласын дейміз. Бақытты болсын жастар. Құрметті қонақтар, той баршаңызға құтты болсын. Әмір аға, бекешім, міне бүгінгі тойларың құтты болсын. Құдағайлар, құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын сіздерге де. Міне жастарымыз ғой енді басымызды қосып отырған. Жастарымыз бақытты болсын, өмірде аңсаған армандарына жетсін, өздерінен өссін, өнсін, көбейсін. Тек осы Ашыловтар отбасына біз тойға келейік. Ай, бәрекелді. Басқамыз қосыламыз ғой, бәрекелді. Сіздердің де әулеттеріңізде алашқа абырой асқақтаған ұл қыздармен Алланың сүйікті қылы болған перзенттеріңіз көп болсын, бәрекелді. Аман болыңыздар. Енді мына шапан жаққан ағамды келіңізші, ортаға келіңізші аға. Келіңіз, шешпеңізші. Ой, қазір бұл шапанның құдіреті сізге айтып берем, бәрекелді. Бұл шапанның құдіреті деген өте күшті. Жалпы өзі әр тойға келген сайын неше шапан киіп кетесіз? Мен осы бірінші шапан киюім. Бірінші шапан киіңіз ба? Онда енді бұның енді рахатын енді сезінесіз аға. Себебі баяғыда бір атамыздың тойында достары кеп бір шапан жабады дейді, нағашысы кеп бір шапан жабады дейді, құдалары кеп бір шапаннан жауып жатса, бана мына янда отқан құрдастар айғайлап жатыр дейді. Ей шал, жасарып кеттің. Тағы бір шапан кисе тағы да, ей шал, жасарып кеттің деп айғайлай берген ғой. Сөйтсе жанындағы апамыз айтады дейді ғой, ей шал, бүгін шапаныңды шешпей жатшы деп. Сол айтқандай, бұның енді құдіреті күшті бәрекелді. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, аман болыңыздар. Шешпей жат, бүгін шапаның шала, шешпей жат. Ей бәрекелді, апам приколист десең. Жақсы, енді
Бұл енді әзіл ғой, ойын ғой. Мұқағали Мақатаевтың Бауыржан Момышұлына сый беріп жатып айтқаны бар екен. Сен зәру емессің ғой, құрбетке сый бар, сырсандықтың сыны кеткен. Орамал, тоңға емес жолға жарап, ата бабам сый беруді үлгі еткен деп. Сол айтқандай, сый құрметтеріңіз таусылмасын, құрметті нағашылар. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Ендеше той иелерімен бірге ортада суретке түсіп болыңыздар. Содан кейін билеп дастархан басына жайғасыңыздар. Айдай сұлу атанған, жинап алып жаһаннан, салыстырып қарар болсақ барлығын, табыласың сен алдыңғы қатардан. Сен жалғызсың бір асыл боп қап қойған, арылмаймын саған деген дәт қойған. Сұлу қызсың әлемдегі екінші, біріншісін менің әкем ап қойған. Сен жалғызсың бір асыл боп қап қойған, арылмаймын саған деген дәт қойған. Сұлу қызсың әлемдегі екінші, біріншісін менің әкем ап қойған. Рахмет, дастархан басына жайғасыңыздар, құрметті нағашылар. Ай, бәрекелді. Рахмет, енді екі тілек өткіздік қой. Ақ жаулықты аналарымды, ақсақалды аталарымды көріп жатырмын, бәрекелді. Енді төрді отқан осы бір үлкен кісілерді көрсек қуанамыз, бәрекелді. Себебі қазақ айтады ғой, қартайдың қазынасы деп. Сондықтан да апаларымыз, аталарымыз аман болсын деп жастар жағы бір қошемет ұрып қойықшы, бәрекелді. Ай, рахмет, ендеше ортаға жолдас балан шақырықшы, бәрекелді. Кеу жолдастығын әге. Келе қойған әге ортаға. Маэстро, жіберсін ешкен. Кеу жолдастығын әге. Pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Рахмет. Сен бір кредит төлейтін адам құсап келатсың мұна жаққа кәдімгідей. Жүр, ана жаққа қайтадан барайық, кеу жолдас шақырам деп айтам, сөгізде билеп мен жаныма келесің, жүгірт жанерге бар. Ал ендеше құрметті қонақтар, сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға кеу жолдас келеге. Билеп. Рахмет, бір жерде қысылып баратсың ба, или өзің биің стилі сондай ма? Рахмет, жақсы енді, жалпы өстіп билейтіңді үйдегілер біле ма? Жоқ. Білмей ма? Білсе қой деп айтатын етті, әттең білмейді. Жақсы енді, рахмет. Қазір енді сен бимен қинайық деп тұрық, бәрекел, сәл арт жаққа қарай тұра бер. Ал енді құрметті қонақтар, қазір бір отырма ойын болсын, яғни баршаңызға танымал Қазақстанның, Түркияның, Өзбекстанның, Индияның танымал фильмдерінен саундтректер қойылады. Егер де сол саундтректен қандай кино екен тапсаңыздар, қолдарыңызды көтеріңіздер, бәрекелді. Мен жандарыңызға барам, киноны дұрыс тапсаңыздар, кеу жолдас бала сіздерді билеп ортаға алып келетін болады, бәрекелді. Келістік қой, есімің қалай бірінші? Димаш дейді, бәрекелді. Ендеше Димаш барып сіздерді билеп алып келетін болады, бәрекелді. Ендеше бірінші саундтрек жіберші қанеке. Қандай кино?